Русия ишғал етілген ярымадада мәжбүри тарзда демографик вазиетні деңіштіре. Бұны Украина президентінің қырын татар халқының ишлерінден векелетлісі Мустафа Джемилев білдіре. Оның мәліматына көре ишғалден соң Қырымға тахминен 500 000 Русиялы ве Сахте, Луганск ве Донецк жұмхриетлерінің жәнкеверлері көчті. Бұның иле ишғалжы акимиет тамыр сакинлеріні ярымаданы терк етмеге зорлай. Мақсады Қырымның Кремль сәсетіне рияеткар олған ватандашлар иле искан етмектені барет. Бұ исе ишғал етілген территорияларының статусы аққындаки Женева шартнамесіні боза. Ве арби жинает ола, дей Джемилев. Официальная статистика говорит, что... Ресми статистикаға көре, 3,5 ел девамында Қырым ярамадасының әйелісі 10%-ға артқан. Бұ да Қырымда өлім дәрежесінің доғув севиесінден дайма артмасы вақтында. Шымды Қырымда өлім севиесі Украина заманында олғанындан 1,5 қат артты. Иште бұл вазиетте 10%-ға артуы аққында айтылмасы демографик вазиетні аселет деңіштіргенлеріні көстеріп тұра.